Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өзбек ұлтының тағамдарының бірі шурпа деп аталатын осы сорпаның қазақша дайындау әдісімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Достар, мінекей етімізді, менде қой еті салқын суға, қазанымызға салқын суды құйып, етіміздің барлығын салып аламыз. Және де оны қайнататын боламыз. Қайнап шыққанда көбігін аламыз. Жақсылап, осы ең басты нәрсе осы көбігін тарқатып алмай, міндетті түрде тап-таза етіп көбігін толықтай тазартып алуымыз қажет болады. Мінекей сорпамызды толықтай көбігінен тазартып алдық, енді көкөністерді қосатын боламыз. Бұл өзбекский шорпаның ерекшелігі түрлі көкөністермен жасалуында. Енді біз ірі етіп туралынған помидор, пияз, ірі етіп туралған тәтті бұрыштар, яғни болгарскийлеріміз, картопымыз, барлық көкөністерімізді қосып алған соң, қара бұрыш, қызыл бұрыш және паприканы пайдаландым. Артық ешқандай қоспаларды пайдаланған жоқпын. Барлығын салып алған соң, жақсылап оны қайнататын боламыз. Жай отта, міндетті түрде жай отта, балқытып, бабымен қайнатылып пісуі қажет. Міндетті түрде бабымен әдемілеп қайнатсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Ең басты құпияларының бірі сол бабымен қайнатылуында болып саналады. Мінекей достар, шорпамыз дайын болды. Үстіне кез келген укроп, петрушка, етіне сеуіп ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын, міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Келесі жолы қыстық бір салаттың дайындау жолымен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.